Осындай мақұлықтардың бар екеніне сену қиын. Қазір сіз мөлдір әйнектен жасалғандай қанаты бар көбелекті, жанасуы өлім әкелетін суасты айдақарын, тіпті ең улы кобра жыланын бірнеше соққымен сұлатып салатын жауынгер құсты көресіз. Бірақ бұл тізімнің соңына жақындаған сайын сіз өмірде бар екеніне күмәнданатын ең сұмдық тіршілік иелерімен танысасыздар. Армысыздар табиғаттың ең таңғажайып әрі жасырын құпияларын бірге ашатын жануарлар шындығы арнасының қырағы көрермендері. Бүгін біз жер бетіндегі ең сұлу, бірақ ең қауіпті жаратылыстарды әшкерелейміз. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін көріңіз, өйткені мұндай сұлулықтың артында қандай қорқынышты шындық жатқанын білгенде жағаңызды ұстайсыз. Экран астындағы подписаться батырмасымен лайкты басып жіберіңіз. Кереметтер әлеміне саяхатты бастаймыз. Тропикалық мұхиттың тереңіндегі коралловый рифтердің арасында нағыз суретшінің туындысы сияқты мақұлық тығылып жатады. Бұл император балық. Оның денесіндегі электрлі көк, отты, қызғылт, сары және жарқыраған сары түстер бір-бірімен иіріліп тұрады. Бұл балықтың басты сенсациясы ол жарықты жай ғана шағылстырмайды. Өз жасушалары арқылы нағыз көк пигментті бөліп шығаратын жер бетіндегі санаулы мақұлықтың бірі. Оған күн сәулесі түскенде ол мұхит түбіндегі тірі гауһар тас сияқты жарқырайды. Бірақ коралдар ластанған сайын бұл сұлулықтың да құрып кету қаупі артып барады. Оның қардай аппақ жүні, қатты қара сызықтары мен мұздай мөлдір көк көздеріне қарап, оны ертегіден келген жануар дерсіз. Бірақ ақ жолбарыс бөлек түр емес, және ол альбинос та емес. Бұл лейкизм деп аталатын өте сирек кездесетін генетикалық мутацияның нәтижесі. Сыртқы сұлулығымен қатар, ол салмағы 100 келіге жететін аяусыз, мінсіз хищник. Бірақ бұл аппақ жүн оның басты соры. Табиғатта жасыл шөптің арасында ақ түс тым қатты көрініп қалатындықтан, ол аң аулай алмай аштан өледі. Сондықтан олар жабайы табиғатта мүлдем құрып кеткен. Тек хайуанаттар бағында ғана сақталған. Бұл мақұлық кәдімгі саусақтың ұшына сыйып кетеді. Бірақ оның өлшеміне қарап алданып қалмаңыз. Көк дракон мұхиттың ең қауіпті слизіні. Оның денесінен таралған көк қанаттары оны ертегідегі айдаһарға ұқсатады. Ол судың бетінде теріс қарап, ауа көпіршігінің көмегімен қалқып жүреді. Ең сорақысы, ол мұхиттағы ең улы Португал кемешесі сияқты жәндіктерді аулап жейді. Көк дракон олардың уын қорытпай, өз денесінде жинап, сақтап қояды. Қауіп төнгенде бұл кішкентай мақұлық өз құрбандарынан да бетер улы соққы бере алады. Гималайдың тұманды ормандарында ертегі кейіпкеріндей қызыл панда мекендейді. Оның бетіндегі ақ маскасы мен отты қызғылт сары жүні оны әлемдегі ең сүйкімді жануар қылды. Ол өмірін ағаш басында өткізеді. Бір қызығы, ол үлкен аюларға емес, еноттарға жақын туыс. Оның табанында бамбукты мықтап ұстап тұруға арналған жалған бармақ деп аталатын ерекше анатомиялық құрылым бар. Өкінішке орай, ормандардың кесілуінен бұл тірі қазынаның саны жер бетінде өте аз қалды. Көзге көрінбейтін шыны көбелек. Бұл көбелектің қанаттары мүлдем мөлдір, кәдімгі таза әйнектен жасалғандай. Ол жарықты шағылстырмайды, өзінен өткізіп жібереді. Тек шетіндегі жіңішке қоңыр сызықтары ғана көрінеді. Осы ерекше маскировканың арқасында ол жапырақ үстінде отырғанда мүлдем жоқ болып кетеді. Құстар мен кесірткелер оны ұшып бара жатқанда да байқай алмайды. Нәзік көрінгенімен бұл көбелек күніне ондаған шақырымды шарлай алатын өте төзімді тіршілік иесі. Бұл
орман елесі деп аталатын бенгал леопарды. Азияның қалың ормандарында адам көзіне өте сирек түсетін, сондықтан орман елесі деп атанған құпия мысық өмір сүреді. Оның жүніндегі қара жиекті үлкен дақтар аспандағы найзағай бұлттарына ұқсайды. Бұл леопард ағашқа өрмелеудің құдайы. Ол ағаш діңімен төмен қарай басымен салбырап түсе алатын және артқы аяғымен бұтаққа асылып тұра алатын жалғыз ірі мысық. Сондай-ақ оның дене бітіміне шаққандағы қылықтары бүкіл мысық тұқымдастарының ішіндегі ең ұзыны болып табылады. Келесі жануарымыз түстердің ханы леопард хамелеоны. Мадагаскардың ең таңғажайып шебері. Көп адам хамелеон тек тығылу үшін түс өзгертеді деп ойлайды, бірақ бұл қате пікір. Түс өзгерту олардың өзара сөйлесу тілі. Ол ашуланғанда, қорыққанда немесе жұп іздегенде денесінде отты қызыл, жасыл сары түстер найзағайдай жарқылдайды. Оның көздері бір-біріне бағынбай жан-жаққа бөлек қарайды. Бұл оған басын қозғалтпай-ақ құрбанын аңдуға мүмкіндік береді. Ол өзінің ұзын тілін оқ сияқты атып жәндіктерді қағып алады. Шөл кезбесі құм мысығы. Ең ыстық шөл далаларда өмір сүретін бұл мысық сырттай кішкентай сүйкімді марғауға ұқсайды, бірақ оның үлкен құлақтары жер астындағы грызундардың дыбысын бірнеше метрден еститін нағыз қуатты антенна. Оның табаны қалың жүнмен қапталған. Бұл оны аптап ыстықта күйіп қалудан қорғайды. Ең таңғаларлығы, бұл мысық өмір бойы су ішпей өмір сүре алады. Ол өзіне керек ылғалды тек жеген аңының қанынан алады. Тірі лаулаған от. Қызыл ибис. Оңтүстік Американың батпақтарында ұшып жүрген бұл құстар аспандағы лаулаған жалынға ұқсайды. Олардың бұл отты қызыл түсі жейтін тамағына байланысты. Олар кератинге бай қызыл шаяндар мен креветкаларды көп жегендіктен жүндері осындай түске боялады. Бір қызығы, олар туылғанда кәдімгі сұр көріксіз балапан болады. Тек есейе келе нағыз отты құсқа айналады. Оның денесіндегі ашық қызыл, сары және көк жолақтарды көрген адам оны әлемдегі ең улы жылан деп ойлап зәресі ұшады. Бірақ бұл табиғаттың үлкен алдауы. Калифорниялық жолақ жылан мүлдем улы емес және адамға ешқандай зияны жоқ. Ол тек жер астындағы құрттармен және ұсақ жәндіктермен қоректенетін өте жуас, бейбіт тіршілік иесі. Мұз дәуірінің сарбазы ақ түлкі. Жер шарының ең суық, адам төзгіш аязында өмір сүретін нағыз төзімділік машинасы. Оның қардай аппақ қалың жүні оны -50 градуста да тоңдырмайды және қар үстінде мүлдем көрінбейтін қылып жібереді. Ол ақ түтек боранда еш қиналмай аң аулай алатын ең ақылды жыртқыштардың бірі. Міне достар, табиғат ананың қиялында шек жоқ екеніне тағы да көз жеткіздік. Осы аталған жануарлардың ішінен сізді ең қатты таңғалдырғаны қайсысы болды? Пікірге жаза кетіңіздер. Және жануарлар шындығы арнасына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.